саламатсыздар ма қыздар? Бүгін сіздерге айтайын дегенім, бұл өмірде ештеңеге өтеусіз болмайды. Себебі біздер жаратқан нәрсемізде ешқандай қалдық қалдырмай, бәрін пайдаға жаратқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Біздер мысалы мынандай қалған кемпірдің киіміне қалады ғой, киетін ешкім болмайды, өсіп кетесіздер. Мынаны жұмыс келіп қиып, осы айналдырып тоқса, есік алды төсейтін керемет дорожка пайда болады. Мынау дейтін мысалы капрондардан тоқылған нәрсе. Сол сияқты мысалы мынандай құрақтардан көрінбей кішкентай қандай әдемі көрпеше шықты. Мынау отырышқа төсеуге немесе аяқ астына төсеуге болады. Өйткені мына кішкентай балалардың аяғына төсесе, балалар қуанып ұйқыдан тұрғанда аяқтарын кереуеттен тұрғанда басуға болады. Және мынандай көрпешелер, мына құрақ көрпелерді матаның қиықтарынан да осындай құрақ көрпе жасауға болады. Мұнда отырышқа төсек, түр-түрімен жасауға болады. Және мынандай джинсы шалбарлар міне көп қалдық қалады. Қандай әдемі гүл жасауға болады міне. Ондай түріне міне контрастный ғой, яғни үйлестірім түрде түр-түрімен жасауға болады. Қандай әдемі гүл шықты. Немесе мынандай тоқымалар бар міне. Қытай балалар киіп жүрсе қандай әдемі да. Кішкентай балаларға мысалы көзмоншақ тағады, көз тимесін деп. Бұл да қытай балалар қуана киеді. Мынау кішкене қалдық жіптерден тоқылған сіледей аяқ киімдер, немесе мына қолғаптар, мына қыздарға киетін міне лапы бүйтетін модный неме айтқанда. Мынау да басқа киетін, қандай әдемі міне. Мына кішкентай бөпелерге киетін аяқтары жылы, кеуделі жылы болу үшін мальчика. Бұл да тоқымадан істелінген. Біздерде яғни қалдықсыз өндіріспен айналса, мен көбіне ештеңе бізге қалдық қалмайды. Мынандай кішкене шалбарларды өңдеген кезде қалдық қалған балаяқтардан артық қалған нелерді мынандай етіп сіледи тоқуға болады, тігуге болады. Аяққа қазіргі күзгі, қысқы кездерде үйдің ішіне киіп алса жып-жылы, немесе есіктің арасына кисе жып-жылы болады. Немесе жаңағы мынандай құман шайнектің астына жер столға дастархандар күймес үшін мынандай нелер тоқимыз. Міне ілінбекпен мына шырайым тоқып жатыр. Менің да 5 балам бар. Мына шырайым менің кенже қызым. Мына 5-ші сынып оқушылары, сіздерге рахмет. Осылай мынандай үлкен қылып, 2 түрлі үлкен және кішкентай құманның астына, біреу шайнектің астына қылып жасауға болады. Қыздарың машина айдап, сен қыздарға дейін. Немесе мына қыздар тоқып жатыр, жаңағы тоқыма жаңағы басқа киетін. Қытай балаларға сәнді болып тұру үшін. Кішкентайынан бастап қолға алса тез үйреніп кетеді.